Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін жасалу жолы өте оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Құрамына көп затты қажет етпейтін оңай салаттың түрі. Бір түрі бұл да достар, жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бізге ең алдымен қажет болады қайнатылған филе, яғни тауықтың төс еті, екіншіден кукурузамыз және де колбасамыз, 2 тұздалған қиярымыз, 4 жұмыртқамыз және де майонез қажет болады. Достар, осы заттарымыздың барлығын соломка етіп турап аламыз, яғни текшелеп турап аламыз. Достар, тұздалған қиярымызбен дәмі тіпті ерекше болып шығады. Қонақ келсе жасай салатын оңай салаттардың бір түрі. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Мұнда менің достар Instagram парақшам бар. Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта да әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Жұмыртқамызды да, колбасамызды да барлығын осылай текшелеп турап алатын боламыз. Менің YouTube каналымда достар әртүрлі рецепттер бар. Қарап көріп шықсаңыздар болады. Барлығы да ешқандай қиын емес, барлығы оңай рецепттер. Мінекей, енді кезекте төс етінде дәл осылай текшелеп турап алатын боламыз. Мінекей достар, үстіне кукурузамызды сеуіп, майонезімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, бұл салатқа ешқандай да тұз қосудың қажеті жоқ. Майонездің тұзы және де тұздалған қиярдың тұзымен жеткілікті. Өзінің ерекше дәмін береді. Ешқандай да тұз қоспаймыз. Мінекей достар, жақсылап араластырып, тарелкамызға салып, столдарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Қонақ келгенде де отбасыңызға да ұсынсаңыз, өте дәмді салат. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін көрген болсаңыз рахмет. Сау болыңыздар.